Сәлем студент, қалың қалай? Бүгін біз сан есім тақырыбын ары қарай жалғастыратын боламыз. Бүгін біз ordinal numbersке тоқталамыз. Ол бізде реттік сан есім. Ол заттардың ретін білдіреді және қаншасыншы деген сұраққа жауап береді. Which деген сұраққа, яғни 10-шы, 11-ші, 1-ші, 2-ші, яғни ш деген жалғауы арқылы жасалынады қазақ тілінде. Енді ағылшын тілінде оның жасалу жолына тоқталатын боламыз. Реттік сан есімдерді жасау үшін кәдімгі есептік сан есімге th жұрнағын жалғаймыз. Мысалға 6 ол бізде 6 болса, 6-шы деу үшін біз th жұрнағын жалғаймыз да 6 деп, деп сақауланып айтқандай с деп айтамыз. 6. 10 10 болса, 10-шы оған tens. Негізі біз жаңағы реттік сан есімді в основном датаны айтқан кезде көп қолданамыз. Өйткені бүгін 5-ші, жаңағыда 10-шы октябрь, 5-ші май деген сияқты. 7 деген ол бізде 7-ші деп айту үшін біз seventh деп айтамыз. Және реттік сан есімдері есімдерімен бірге зат есім қолданылған кезде оның алдында біз the артиклін қоямыз. Мысалға the 6th floor 6-шы этажды айтып жатыр. Яғни бұл жерде зат есім қолданып тұр. Сол себепті біз оның алдына the артиклін қойып айтамыз. Енді біз ерекше жасалынатын реттік сан есімдерге тоқталып өтейік. Ол бізде 1-ші, 2-ші, 3-ші. Бұл реттік сан есімдер бізде түбірімен өзгеріп кетеді. Біз жаңа айттық қой жасалынған кезде. Ол бізде кәдімгі жаңағы cardinal numbersке th жалғаймыз деп. Бірақ бұл жерде исключение, яғни бұл жерде түбірімен өзгеріп кетеді. 1-ші мысалға цифрамен берілетін болса, 1 дейміз да жоғары жаққа st жалғауын қоямыз да, бірақ оны біз оқыған кезде біз first деп айтамыз. First, яғни 1-ші. 2-ші біз 2 деп цифрамен айтатын болсақ, 2 және жоғары жаққа nd жалғауын жалғаймыз да, second деп айтамыз. 2-шіні. 3-шіні 3rd қоямыз да, third деп айтамыз. Third. Цифрамен жазылған кезде осылай, жазумен жазылғандай, осылай көріп отқандай жазылады. First, second, third. Бұл цифралар, яғни түбірімен өзгеретін реттік сан есімдер. Келесі ары қарай 4-тен бастап жалғастырайық. Ол бізде fourth. Ол бізде 1-ші 4, 4 оған th жалғауын жалғап тұр. Fourth. 5-ші, 5 дегенде бізде 5 дегенде v-мен аяқталады ғой, ол жерде v әріпіміз f-ке айналады. Жаңда жұрнақ жалғанған кезде сөйтіп 5 дейміз. 5th. 6-шы, 6. 7th, 7-ші, 7th. 8-ші, 8th. 9-ші, 9th. Бұл жерде 9 дегендегі i әріпі болмайды, ол түсіп қалады да, оған th жұрнағы жалғанып 9th болады. 10-ші 10th. 11-ші 11th. 12-ші бұл жерде де v әріпі f-ке айналып кетеді де, 12th. 13-ші 13th. 19-ға дейін дәл солай th жалғау жалғанады. 20-шыны біз айтамыз 20 дегенде бізде y әріпімен аяқталады ғой. 20 деген 20 деп 20 y әріпімен аяқталады. Ол y әріпіміз бізге айға айналады да, оған i әріпі қосылып 20s болады. 20s. 30-ші 30s. Және де бізде күрделі реттік сан есімдерді айтатын кезде бізде мысалға 53 деп берілетін болса, 1-ші біз ондықты айтамыз 50 қалай бар, оған ешқандай жұрнақ жалғамаймыз, реттік сан есім қылмаймыз, оны 50 деп аламыз да, мына 3 соңындағы келген бірлігіне, яғни сол бірлікті біз реттік сан есімге айналдырамыз. 53rd. Сонда 50 деп қазақ тілінде айтамыз, 53-ші, яғни 3 деген сөзге жұрнақ жалғап тұрмыз. Біз 53rd деп айтып жатырмыз. 307 болса, бізде дәл солай 300 дегенді айтып аламыз. Бірінші 308
and дейміз да, мына 7 дегенге уже біз жұрнақ жалғап реттік сан есімге айналдырамыз. 307 and the sevens деп айтадық. 1 millions. Million сөзіне th жұрнағын жалғап millions болып атыр. Мысалға 2 миллион болса 2 millions. 3 миллион болса 3 millions. 6 миллион болса 6 millions. Яғни 6 дегенге оған жандай 1 дегенге немесе 1 миллион немесе 2 миллион дегендегі 1-2-ге жұрнақ жалғамаймыз. Біз million сөзіне жұрнақ жалғаймыз. Нақтырап қарап алыңыздар, шатасып кетпеу үшін. Келесі кішкене қосымша айтатын жер бар. Егер реттік сан есімнің алдында белгісіз артиклі a және n белгісіз артиклі келетін болса, онда бұл сан есімнің қосымша аударған кезде тағы бір деген мағына береді. Мысалға, I would like a second book. Мен тағы бір екінші кітапты қалаймын. Яғни тағы бір, мына жерде дегеніміз тағы бір болып аударылып тұр. Түсіндіңіздер ме? A second book деп атырмыз. Екінші кітапты қалаймын деп. Енді бүгінгі сабаққа осы жаңа сабақта ақпараттың барлығын жазып жаттап аламыз және үй тапсырмасын міндетті түрде орындаймыз. See ya!